жаңа отау көтеріп қалың көпшілікті таңғалдырған Айжұлдыз Адайбекова мен Қыран Талапбек желідегі оқырмандарына тағы да бір мәрте қуантты. Жанар Айжанованың қызы 4 жыл бойы жасырын кездесіп жүрген кезде сүйіктісімен түскен фотоларымен бөлісті. Ол суреттерді қос ғашық еш жерде жарияламаған. Айжұлдыз Адайбекова Instagram парақшасында күйеуі Қыран Талапбек екеуінің 4 жыл түскен фотоларын жариялап, елді тәнті етті. Жеке өмірін үйлену тойына дейін жасырып келген ғашықтар жанкүйерлеріне енді ғана ашыла бастады. Олар ешкімге көрсетпей сақтап келген суреттерін отбасын құрғасын ғана ел назарына ұсынған. Қызығы, ұзақ уақыт бойы қыз бен жігіт болып кездесіп жүрген Айжұлдыз бен Қыранның ортақ фотолары өте аз болып шықты. Адайбекованың айтуынша 4 жылда олар небәрі 10 шақты суретке түскен. Жай ғана біз. Қызықты фактпен бөлісейін. Жолдасым екеуміз суретке түскенді аса жақсы көрмейміз. 4 жылда менде күйеуіммен түскен бар жоғы 10 шақты фотом бар. Бірақ бәрі алда. Біз бұл қателікті ескеретін боламыз. Көбірек суретке түсеміз, деп жазды Жанар Айжанованың қызы. Желідегілер жас жұбайларға тамсана қарап, оларға деген өздерінің жылы лебіздерін жаудырды. Сондай жарасымды жұпсыздар. Көз тоймайды екеуіңізге, бақытты болыңыздар. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Осылай арасында әдемі суреттеріңізбен қуантып тұра беріңіз. Бақыт тыныштықты қалайды деген шын екен. Ешкімге жария салмай-ақ бақытты болыңыздар, деп жазуда көпшілік.